Барон. 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 Қалайсың? Барончик. Қалайсың? Ужин. Терезені ашып қоямын. Үйіме келе жатырмын. Барон да жоқ, шайтан да жоқ дейді. Ауламды қорғайтын барон да жоқ. Осы балдар қорқатын еді маған жақындауға аулама. Бытына шатын еді. Бұл өмірде ештеңе де мәңгі емес. Баронның ұясы қасқа. Осы ұясын сағынып атқан шығар барон. Ай, достар. Олар басып қалдым етіне шылмайды. Енді үйдегілердің көзінше өзімнің слабысымды көрсетпеймін. Қатты уайымдаймын бар ғой, итін ойласам деген. Достар, Ақсай қаласында ашылған ЖК Донер Хаус осындай. Міне, короче, ЖК Донер Хаус. Мынау іші. Осыдан, в общем, біз заказ беріп жатырып. В общем, міне, короче, көбірек халапеньо алдық. Халапеньо жақсы өлем, сол ащы перец қой кәдімгі. Тағы да халапеньо міне. Так, мынау екінші донер. Міне, 3 донер заказ бердік, в общем. Короче, донер үлкен. Молодец. Так, достар, ауыз тием. Тамажин деді, ас болсын. Өте дамды екен. Так, достар. Бір күн өтті. Точнее, бір түн өтті. Менің бір түнім деген өтір өтпей қойым бар. Бір ай емес, бір айдан көп, бір жылдай өткен шығар. Түніме ұйықта алмадым. Итімді ойладым. Видео вызыппен жаңағы берген балаға звондап тұрдым. Итке баршы көрсетші деп. Ит деген видео вызыпта менің даусымды естіп, одан сайын арсылдап, ешкімді жақындатпайды, су ішпейді, тамақ ішпейді. Өз-өзіне голодовка объявил. Үйдегілерім былай сөйлестім, алып қалайықшы, бүйтейікші, сөйтейікші. Айтпаған сөзім жоқ. Енді басым жеткенім. Короче, мынау біздің үй мысалы да. И мынаяқта артқы аула бар. Артқы аула дегенде машина жүретін жол ғой. Мынаяқ жағында гараж. Мынаяқта біздің үй, тағы да бір отбасының үйі тұр мына жерде. Бірақ олар мына жерден өтпейді. Және де мына жерде көрші бар. И анаяқта тоже көршілер бір үй бар. Көршілердің бәрімен сөйлестім, ақылдастым. В общем, итімді өзімнің мына біздің аула тұр ғой міне. Осы жерге вольерін қойып, осы жерге орналасқым келіп тұр. Зато үйдің қасында үйді тоже по-свойски сторожить етеді осы жерді. Және де мына жерде бұқтай балдар ешкім жоқ. Итім вольерде болады. Айнақта жол бар. Если что, бұйыртса мен алдағы уақытта отдельно шығайын деп жатырмын. Ну, это отдельная история болады, не важно. Короче, мен анаяқтан да келіп, итіме тамақ беріп кетіп қала аламын даже. Үйге кірмей қойып деймін да, вообще сондай возможность бар. Енді, короче, мына жерде, например, жаңа метровкамен өлшедім. Вольердің ені 1,5 метр екен. Ол примерно міне тас қойып қойдым, сізге көрініп тұр ма? Міне забордан бастап, міне қара тас жатыр ғой. Көлеңкенің бойында міне көлеңкемен қара тас. Осы ара 1,5 метр. Және де вольердің ұзындығы 3,5 метр былайынан. Сосын иттің артқы ұяс жағы бар, ол тағы да 1 метр. В общем, 4,5 метр. И мына жерге идеально сиіп кетейін тұр ғой, короче.
сосын ана жерден тоқ өткізейін деп тұрмын. Итке датчик движения. Бір адам біреу қозғалса түнде свет жанатын қылып. Және де тамақ бергенде бізде үйде холодильник бар, летникте, сарайдың ішінде. Холодильникке тамақтарын дайындап қойып қоямын. Өзім тамағын беріп, күн сайын жинап, күн сайын қыдыртып тұрамын. Аузына намордник кигізіп, ит өсіп кетті, өздерің білесіңдер, бір рет қауып алды адамды. Вольерден шығарардың алдында аузына наморднигін кигізіп қыдыртатын боламын. Пландар солай. Енді үйдегілермен ақылдастым. Анама айттым. Через не хочу, келіскен сияқты болды. Енді түнімен ол да уайымды көрген шығар мен де қырсық екенімді ойлайды тоже, где надо. Енді үйдегі батямен сөйлесу керек. Сол добросын берсе, уже қоятын боламын. Мен деген бүгін таң атпай тұрып алып, түнімен ұйықтай алмадым. Еще таң атпай тұрып алып, бұйыртса көшейінде жатқан үйім бар, микрорайондағы квартира. Сол жаққа барып КСК мен сөйлестім. КСК дейді, ана микрорайонға отвечать. Олар добросын берген жоқ. Потом көшейінде жатқан жердегі қасымдағы үйлерге сөйлестім. Типа арендаға ақшасын төлеп тұрам. Вольерді қойып қояйыншы, өзім тамағын беріп, бәрін істеп тұрам деп. Таптым бір үйді. Ол үйдің қасынан 5 шақырым жерде. Мен ол күн сайын бару да оңай болмай кетеді, өте қиын болады. Ал бұл үй, әке-шешемнің үйі. Осы үйге осы жерді өзінің қыдыратын жері, барон осы жақтан кетпейді. Как бы осы жер самый подходящий вариант болып тұр негізі жалпы маған. Енді батя 2 сағаттан келеді, қатты қобалжып уайымдап тұрмын. Көп сөз, боқ сөз, короче. Сендермен бөлісіп жатырмын ғой енді. Ішкі сырларымды айтып. Солай ғой, достар. Міне біздің деппін ғой, баронның ұясы. Өкінішке орай барон жоқ, конечно, ішінде қазір. Міне, короче, мына ені 1,5 метр, жаңа айта кеткендегідей. Ұзындығы 3,5 метр, биіктігі бізге не важно, қажет жоқ. Бұлайынан 3,5 метр, және де иттің ұясы мынау тағы 1 метр. Мынау обязательно керек болады. Жаңбыр, қар жауғанда, ертең артқа олар тұрғанда күннен тығылса да осының ішіне кіреді ғой енді. Осыны бұйыртса, надеюсь. Осы видеода, егер де бәрі жақсы болып көрінсе, осы видеода сіздер көресіз ғой. Так что алыстамаңдар. Надеюсь, үйдегілер добросын береді. Достар. Итімді алып келе жатырмын. Когда имеем, не ценим деген шын екен, бар кезде қадірін білмейміз. Барончик, жаңа сендер көрсеңдер ғой, мені көргенде қалай қуанғанын. Ырсылдап, біреу сойып отқан сияқты шыңғырды ғой. Барон. Үйге жүгіріп барады, асап барады. Достар, соншалықты алыс жерден келе жатырық. Кішкене қалды. Не орыстардың церкові. Бұл жерде қазақтардың мешіті көрініп тұр. Ал біз үйге жетіп қалдық. Баронда шаршап қалды. Целый день тамақта, суда ішкен жоқ. Барончик менің. Үйге жетіп қалдың ба? Пошли, домой. Жетіп қалдық үйге. Достар, давайте барон тексеріп барайық. Үйді білем екен, артынан еріп жүрем, просто қарай қал. Ал енді барон, пошли. Қаяққа жүреді екен, қарай қал. Біздің үй ана өр жақта негіз. Өзінің алып баратқанын қарай қал. Қаяққа алып барады екен бізді. Сағындым ба үйіңді? Бұйыртса осы жерде болады, ұясы, осы жерлерде. О, барончик. Су құйып қойды, жаңа звондадым. Су құйып қою керек, қаз көреміз. Ауланың есігін ашып кеттім артқалан. Қарай қал. Осы жерлерге ұясын жасаймыз, мына жерге, немесе ана жерге. Келді баронымыз. Ертең бастайым ғой енді. Енді бастаймыз енді ертең. Дым тамағы жеген жоқ. Жаман шөлдеген ба? Не подходите, идите отсюда. Сейчас укусит вас. Кетіңдер бар. Он не ел еще ничего.
страшно шөлдеген да. Мынаны қараңдаршы достар, қандай қалай шөлдеген да, мен болмасын суда ішпеген ғой, мына итпеген қасқа байғұс екен. Қарын жарылып қалмасын. Дамой. Өлдің ба соншама суға? Аяғын салып қойып жатыр ғой суға, базар жоқ. Ё-моё, достар, мынау деген шөлден өліп алған ғой, мына ит деген қасқа, құдай-ау. Мынаны қарашы, Айкош. Әлі су ішіп жатыр ғой. Вообще су тамақ ішкен жоқ.